Салем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында донер дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тауығымызды ұсақтап турап пісіріп аламыз. Картошка фрейімізді де жақсылап қуырып дайындап аламыз. Салмасына огурцы, помидорды да қосамыз, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Енді соусқа кетчуп, майонез екеуін араластырып дайындап аламыз. Лавашымызға кезек салмамызды салып отырып, дәл видеодағыдай ораймыз. Табамызды қыздырып, донеріміздің екі бетін қызартып қуырып аламыз. Донерлеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.